аз уақыттың ішінде әлемді аузына қаратқан Дубай туралы біз не білеміз? Және нені білуіміз керек? Міне осы сұрақтарға жауап табу үшін бүгін мен осындамын. Бұл бағдарламада мен дәстүрлі араб үйінде дәстүрлі араб таңғасының қандай болатынын көремін. Бірегей көріністі түйелі жарысын көреміз. Қасиетті жерге кішкентай шейхтер дүниеге келетін ауруханаға барамыз. Сонымен менің Дубайдағы оқиғаларым жалғасуда. Әр қазақ біледі ғой, ең дәмді және пайдалы таңғас ол біздің елімізде. Ағылшындардың таңғастары қалай басталатынын білеміз. Овсянка, сәр. Құрметтейміз, бірақ қызғанбаймыз. Джеммен бірге француз круассандары бізге де таныс. Қазақ үшін ол жеткіліксіз аз болады, аш қаласын. Ал арабтардың таңғастары мен үшін әлі күнге дейін құпия. Бүгін гастрономиялық тосынсый болатын сияқты мені достарым қонаққа шақырды. Дәстүрлі араб үйдегі таңғас Хадия мен оның серіктесі Мұхаммедтің жеке бизнесі. Мәшінемен тез жетіп қаламыз. Мұндағы жолдар жүргізуші үшін үлкен сыйлық. Көптеген жылдар бойы біз ескі автокөліктерді шетелден сатып алуға әдетке айналдырған едік. Енді мұндай қажеттілік жоқ. Өйткені заңды техникалық тексерістен өтілген автокөліктер 25 мыңнан астам автокөлік жарнаманың ішінен таңдап сатып алуға болатын Aster.kz қосымшасы ашылды. Aster.kz. Достар, таңғы 7:25, далада 50 градус ыстық, соған қарамастан бағдарлама түсіріп жатырмыз. Біз Дубай дегенде нені елестетеміз? Үлкен-үлкен ғимараттар, Бурж Халифа, Бурж Аль-Араб. Дәл қазір біз ескі ауданға келдік. Бұл дуалдар енді білмеймін қанша жыл, бірақ 100 жыл тұрған үйлер арнай осы тарихи ескі үйлерді қалдырып қойған. Естелік үшін бірге барып арабтардың тынысын. Таңғы уақытқа қарамастан мына үйлердің біреуінде бізді күтіп отыр. Алейкумассалам. Мұхаммед мырза, Хадижа ханым, шақырғандарыңызға көп рахмет. Жалпы бұл қазақ телевизиясына арналған бағдарлама. Уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет. Жалпы біз таңғы асқа келдік. Осылай арабтар дәл қазіргі кезде осылай таңғы ас іше ме, жоқ, бұл ежелгі дәстүр ме? Бұл біздің дәстүріміз. Кез келген тамақтану бұрынғыдай отырып өтеді. Адамдар жерге отырып, барлығы бірге тамақтану үшін жиналады. Хадиджа ханым жалақысы жоғары жұмыстан шығып, өзінің Meet the Locals, жергілікті адамдармен кездесу атты компаниясын ашты. Бұл бизнес әлі үлкен пайда келмейді, бірақ бұл жердің дәстүрлері ұмытылмайды, ата-бабалар мұрасы жойылмайды деген үлкен үміт береді. Бүгін сіз нағыз эмираттық тағамнан дәм татасыз. Сіз таңғы асқа жейтін түрлі тағамдарды көре аласыз. Біз сізге бұл тағамдардың қалай аталатынын, қай уақытта оларды жейміз, оларды қалай жейміз және тағы басқасын барлығын айтып береміз. Мен үшін кез келген мерекеде тек не жейтім ғана емес, кіммен бірге және қайда тамақ жейтім де өте маңызды. Компания бүгін керемет. Бұл жер өздері айтқандай атмосфералық. Маған бұл жерде өте жайлы. Хадиджа ханым, осы ғимарат туралы айтып кетсеңіз, қателеспесем, бұл ескі арабтардың үйі, дәл қазіргі уақытта бұл туристерге арналған мейрамхана. Біз қазір сіздермен бірге тұрған үй, бұл менің тәтемнің үйі. Бұл жер туралы сиқырлы естеліктерім бар. Мен кішкентай кезімде әр демалыс сайын немере ағаларымызбен осы үйге ойнауға келетінбіз. Сондықтан бұл үй мен үшін өте жағымды естеліктермен байланысты. Мұхаммед мырза, бізде қазақтарда мынандай көрпеше бар, мына жақ жастықтардың күштеген. Бізде және осылай жатып шай ішеміз. Біздің мәдениетіміз хаттамамен қатаң реттеледі. Орталықта өз құрметімізді білдіру міндеті тұр. Сондықтан кейде бұл сіз кіммен бірге болатындығыңызға байланысты. Егер сіз достарыңызбен отбасыңыздың ортасында болсаңыз, онда сіз жата аласыз. Егер сіздің қасыңызда үлкендер болса, онда сіз отыруыңыз керек. Сізде қонақ болса, онда сіз өзіңіздің құрметіңізді білдіре отырып, біркелкі түзетумен отыруыңыз керек.
Қонақтарды кофемен, күндермен қарсы алады және кофемен, күндермен бірге шығарып салады. Үйлену тойында кофемен күндер беріледі. Кофе өте маңызды. Мен елестете алмайтын, біздің мысалға ауылда әжелеріміз айтса да, ал енді отырып өзіміз кофе ішейік. Бұл кісілер тек қана кофе іше деген, біз шай ішеміз. Сіздерде шайды кім құяды? Ер адамдар құя ма, әйел адамдар құя ма? Екеуі де айырмашылық жоқ. Біздің мәдениетіміз әртүрлі. Сондықтан ер адамда, әйел де шай құя алады. Шай ішіп жатқанда үстелде ұлттық араб тағамдары пайда болды. Осылайша Дубай тұрғындары 50 жыл бұрын байып үлгермеген кезде тамақтанған. Көптеген адамдар бұл қарапайым, бірақ дәмді тағамға деген ностальгияны сезінеді. Сондықтан Хадиджа мен Мұхаммедтің мейрамханасы өркендейді. Мен бұған сенемін. Бұл таңғы асқа арналған негізгі тағам. Біз оны риюк деп атаймыз. Мұнда біздің танымал таңғы ас. Қызанақ пен жұмыртқа, тәтті вермишель. Аздап тәтті вермишельдің дәмін теңестіру үшін тұзды омлет қосамыз. Бұл әмірліктердегі ең танымал таңғы ас. Бізде нанның көптеген түрлері бар. Француз багетіне ұқсас нан бар, бірақ диаметрі кішірек және қытырлақ. Бұл тағам құймақ сияқты, кілегейлі ірімшік, бал, сироп құйып аласыз. Сіздің талғамыңызға байланысты. Мұхаммед, қалай бастау керектігін көрсетесің бе? Бұрын біз қолмен жедік, қазір шанышқы мен қасықты қолданамыз. Мен сізге тілімді табаққа саламын. Нанмен немесе жұмыртқамен жеуге болады, немесе сіз қалағандай ештеңесіз. Бұл бізде не? Нан мен құймақ. Біз оларды арабша сөйледи деп атаймыз. Бұл араб наны. Өте дәмді екен. Нан ішінде жұмыртқа бар, иә? Кориандрмен безендірілген жұмыртқа мен қызанақ. Сіз Қазақстанда әдетте таңғы аста немен тамақтанасыз? Әйелім не дайындайды, соны жеймін. Рахмет, өте қуаныштымын. Сіздерге көп рахмет. Мен бірінші рет арабтармен бірге таңғы аста отырмын. Сіздерге көп рахмет. Өте қуаныштымын. Бұл шафран қосылған тәп-тәтті нәрсе. Рахмет үлкен. Before in the desert, it was very difficult to have store fresh items. So usually our cuisine is very based on dry items. Өте дәмді, бір қант қосылған сияқты, немесе бал қосылған сияқты. Арабтардың таңғы асы өте ерекше екен. Қазақстанда қазы болса, бізде түйе бар. Біз түйе етін жейміз. Рас па? Иә, бірақ таңғы асқа емес. Мен түйе етін жеп көргім келеді. Біз түйе жарысына барамыз. Сонда жеп көрсеңіз болады. Түйе жарыста жеп көреміз бе? Жүгірген түйенің етін жейміз бе сонда? Ең соңында жүгіргенді жейміз. Рахмет, уақыттарыңыз бөлгендеріңізге рахмет. Ас өте дәмді болды. Енді түйелер жарысында кездескенше. Рахмет. Бізбен бірге уақыт өткізгеніңіз үшін рахмет. Арабтар түйелерді Алланың сыйы деп санайды, және бұл жануарларды әндері мен аңыздарында дәріптейді. Бірде хан арабты шақырып одан сұрайды. Кімнің дауысы бәрінен қатты? Түйе деп жауап берді араб. Неге тырна емес деп сұрады хан. Түйені сыртқа шығарып, оның айқайлағанын тыңдаңыз. Сонда кімнің дауысы қатты екенін түсінесіз деді араб. Сонда хан, жануарлардың қайсысы күшті? Түйе деп жауап берді араб. Неге піл емес? Пілді жатуға мәжбүр етіңіз. Оның үстіне жүк салыңыз және оның қалай көтерілетінін көріңіз. Бұл ерекше жануар 45 күнге дейін жемеуге және ішпеуге қабілетті. Түйе күніне 40 шақырымға дейін жүре алады. 250 келі жүк көтереді. Сонымен қатар, жолын соңында ол басында жүрген жылдамдығын жоғалтпайды. Жоғары сапалы бәйге түйесінің бағасы $1,000,000 жетуі мүмкін. Алайда Дубайда көптеген адамдар түйе сатып алғанда ақшаға қарамайды. Мен дәл қазір Дубай қаласында Royal Camel Racing Clubқа келдім. Бұл стадионда түйелер жарысы өтеді. Жүріңіздер бірге тамашалайық. Өте қызық болады.
Good afternoon. Thank you. Қайырлы күн, біздің клубқа келгеніңіз үшін рахмет. Сізге ұнайды деп сенемін. Біріншіден бүгін бізде түйе жарысы болады. 10 түйе 3 айналым. Әр шеңбер 400 метр, барлығы 1200 метр. 1200. Жарыс басталғанға дейін әлі уақыт бар. Мен араб шейхтерінің басты қазынасымен жақынырақ танысайын деп шештім. Достар, түйелер сәбіз жақсы көреді екен. Қояндар да сәбіз жақсы көреді. Кел, зон. Оба! Айтпақшы, Дубайдағы осы шөл кемелерінің арасында сұлулық байқауы өтеді екен. Қазылар алқасы түйелердің мойнын бүгілуін, аяқтарының ұзындығы мен беріктігін, кеуде қуысының дөңгелектену дәрежесін мұқият бағалайды. Бірақ ең бастысы шөлді жылқылардың сүйкімділігі әрине. Шынымен де түйелер байқауға қатысатындай бар екен. Көздері өте әдемі, және де түйелердің кірпіктеріне көп мән береді екен қазылар алқасы. Достар, қазір өзіміз байқауын ұйымдастырамыз. Сұлулық байқауы. Менің ойымша ең әдемі түйе мынау сияқты. Сіздерге қалай? Қазақстанда түйелер көрдіңіз бе жалпы? Әрине. Қазақстанда, Қызылорда облысында, Маңғыстауда өте түйелер көп. Бірақ енді Алматыда өмір сүріп жатқаныма 20 жыл болды, сондықтан да кәдімгідей қорқыныш бар, артымнан бір тістеу болатын сияқты. Алайда трибуналарға баратын кез келді, жарыс басталайын деп жатыр. Достар, дәл қазір Дубайда түйелер жарысы басталайын деп жатыр. Мен қолымда осындай пульт, мен рация ғой, білмеймін қалай істегенін. Мына жерді мен бассам, бізде Алматыда сөйлейміз. Бұл жерде, мына жерді бассам, ана түйенің үстіндегі кішкентай робот түйеге бейтіп, түйені ұрады екен. Басқан сайын түйені қаттырады. Жарыс сондай. Бұрын түйе жарысында жакей болып кішкентай балалар болған. Бірақ әмірліктер 22 ғасырда өмір сүріп жатқанын көрсетті. Мұнда енді роботтар да қолданады. Байқасаңыздар, түйенің үстінде кішкентай роботтар отыр. Осы рациямен олар байланыста. Меніңкі 7-ші нөмір. 7-ші нөмір. Жоқ, қайсысы? Таптым. Достар, жарыс басталайын деп жатыр. Кейбір түйелер қатысқысы келмей тұр. Кетті, жарыс басталды. Біздікі 7-ші нөмір. 7-ші нөмір. Басқан сайын тез жүгіреміз. Кетті. Өте қызық екен. Неге бірінші біздің түйе келе жатыр, 7-ші нөмірлі түйе бірінші келе жатыр, ол біздің түйе. Кетті. Айт. Достар, жарыс өте қызық болып жатыр. Қазір екінші айналымға кетті. Біздің түйе 2-ші орында. Жаңа біз 3-ші орында аяқтадық. 3-ші болып келгенбіз. Енді біздің түйе 1-ші орынға шығайын деп жатыр. Кетті. Қайдасың. Шап. 3-ші айналым басталды. Біз 2-ші орындамыз. Әр түйенің үстінде кішкентай робот бар. Роботқа кішкентай шыбық байланған. Мінекей, біздің түйе дәл сол жерге келген кезде қат жүгіреді екен. Мінекей, келді. Қайтадан кешікті. Шап. Number 7. 7-4. 7-2. Осы жерден ба? Thank you. Біз 2-ші болып келдік. Бірақ мен түсінбей қалдым. Не бар ма? Photo finish. 7 number 1. No. Second. Ойбай, мен өзімнен мұндай шапшандықты күтпедім. Түйенің орнында шабатын едім. Біріккен Араб Әмірлігінде түйе жарыстары жергілікті тұрғындардың мақтанышы болып табылады. Тіпті түйе жарыстарын көрсететін арнайы арна бар.
Достар, мен біздің отандасымыз Карина Чидяроваға қонаққа барайын деп едім. Бірақ 40 градус ыстықтан немесе құмарлықтың ыстығынан білмейм, температурам көтеріліп сырқаттанып қалдым. Несі керек, менің құрбым Ольганы Каринаға барып, менен сыйлықтар беруімді сұрадым. Өзім президенттік нөмірде бір күн емделіп алайын. Карина Чидярова баяғыдан Дубайда тұрады. Бірақ барлық қазақ дәстүрлерін сақтайды. Біздің әндерімізді орындайды, Қазақстанның ұлттық тағамдарын дайындайды. Ал Дубайда мерекелік шаралар өтіп жатқан кезде ұлттық киім киеді. Арабтар оны өте жақсы көреді. Карин, ты в очень красивом сегодня одета в таком национальной одежде. У меня даже есть фотографии, где я надевала саукеле. Менде тіпті сәукелені, қазақ бас киімін, той көйлегін киген суреттерім де бар. Барлығы мені ханшайым, патшайым деп атайды. Бұл әрине өте салтанатты көрінеді. Сол киіммен негізінен қонақтарды қарсы алуға болады. Можно, в принципе, гостей встретить. Керемет қыздар, сендер Қазақстанды сағынасыңдар ма? Конечно, мы скучаем. Әрине біз туыстарды да, достарды да, Алматы тауларын да, даланы да сағынамыз. Бізде кең дала бар. Біздің елімізде ауа райы да әдемі. Біз үйдегі тамақты сағынамыз. Әсіресе нені? Қазы, бешбармақ, қазы, біздің жемістер өте дәмді. Онда әлі де көп жемістер импортталады. Еуропадан шыққан. Олар шырынды да, тәтті де емес. Біздің қазақстандық жемістер мен көкөністер әрине әлде қайда дәмдірек. Конечно, намного вкуснее. Әмірліктер мен Қазақстанның ұқсастығы неде? Ортақ нәрсе бар ма? Ну, во-первых, религия. Біріншіден дін. Дегенмен біз мұсылманбыз, біз сүннеттерміз. Міне қарапайым әйелдер, үйленген әйелдер туралы түсінік. Кез келген жағдайда біз еуропалық әйелдер секілді бостандыққа шыққан жоқпыз. Біз әлі де күйеулерімізді тыңдаймыз. Бұл өте ұқсас. Это очень похоже. Яғни әйелдер екінші орында. Сендер оған ренжімейсіңдер ме? Бұл тіпті ыңғайлы. Біздің банкте өз орындарымыз бар, тек әйелдерге арналған. Я солай. Тұрақ орындары, автотұрақтар бөлек, арбалары бар әйелдерге арналған. Тұрасың, ер адамдар сонда тұра алмайды. Тренажер залдарында тек әйелдер ғана жаттыға алатын жеке жабық орындар бар. Яғни сен өзіңді мүлдем қауіпсіз сезінесің. Сұлулық салондарына ер адамдарға тіпті кіруге де болмайды. Қазақстанда өз артықшылықтары бар. Екі мемлекетте зайырлы, бірақ мұнда өте дәстүрлі. Мысалы, мұнда бірнеше әйел алуға болады. 4 әйелге дейін. Қазақстанда бұған заңмен рұқсат етілмейді. Бірақ тағы да егер сіз 4 әйел алғыңыз келсе, онда сіз олардың барлығын қамтуыңыз керек. Оларға үйді бірдей сатып алыңыз, бірдей қамтамасыз етіңіз. Балалары бірдей білім алу керек. Яғни сіз бір әйелге гауһар, ал екіншісіне сабан сатып ала алмайсыз. Олай істеу мүмкін емес. Оля, Қазақстан дәстүрлері бойынша сені біздің шағын дастарханымызға шақырамыз. Ал құрметті қонақ әрқашан ең жақсы жерге отырғызылады. Рахмет, Карина, сендерде Дубайдағы Қазақстан сияқты. Ал сендер осындай сұлулықты дайындадыңдар. Нұрлан Қоянбаевтан мұндай сұлулықты күтесіңдер ме? Біз кез келген қонақты ашық қолмен қарсы аламыз. Біз қонақтарды өте жақсы көреміз. Карина, сен бәріне үлгересің. Сенде 3 бала бар. Сонымен бірге әрқашан әдемісің. Барлық қазақ әйелдері осындай ма? Меніңше дегенмен бұл генетика. Көптеген адамдар менің жасым қанша деп сұрайды. Міне қыздар бізге өз жасын бермейді. Кейде тіпті құжаттарымызды тексереді. Біз мекемелерге барған кезде менің ойымша бұл Орта Азияның генетикасы. Дегенмен қазақстандық әйелдер, олар Дубайда да қазақстандық әйелдер. Сендер әлі де өз мәдениетіңнен не сақтадыңдар? Менің ойымша бірінші кезекте балаларды тәрбиелеу. Қыздарға жақсы тамақ дайындауды үйретесіңдер ме? Міне мен сендер барлығың қолөнершілер екендеріңді білемін. Әрине, әрине біз үйретеміз. Бізде жасы үлкен, 8 жасар қыздар бар. Олар қамыр илеуді, чебурек жасауды біледі. Дастархан жаюды міндетті түрде. Олар қонақтарды қарсы алуды өте жақсы көреді. Мүмкін бұл да қиын, өйткені біз қонақтарды шақыруды жақсы көреміз. Қонаққа баруды жақсы көреміз. Үйде адамдар көп болғанын жақсы көреміз. Яғни біз мұндай әлеуметтік социалды өмір салтын жүргізуге тырысамыз. Меніңше Дубайдың күші бірлестікте. Мұнда бәрі бірге. Үнділер, қытайлар, американдықтар, орыстар, қазақтар, француздар. Біз мұнда бөліспейміз. Міне бұл керемет. Қазақстанда да солай. Өте ұқсас, дәл осы жерде көптеген этникалық ұлттар тұрады. Бірақ сонымен бірге біз өзімізді үйде сезінеміз. Және бәрі дос. Біз Қазақстанда да, Дубайда да керемет өмір сүреміз.
Достар, өте қатты қобалжып тұрмын, сондықтан да кері бұрылуға дайынмын. Жоқ, мен қорқақ емеспін, бірақ қорқамын. Мені бір ғана нәрсе ақтайды. Менің орнымда әлемдегі кез келген ер адам мен сияқты уайымдайтын еді. Ассалаумағалейкум. Менің анам Қызылорда облысы Шиелі ауданында 20 жылдай перзентханада қызмет атқарды. Сондықтан мен Дубайға келгенде міндетті түрде перзентханаға барам, көрем дедім. Маған өте қызық, дубайлықтар, арабтар қалай емес, қай жерде дүниеге келетіні өте қызықтырды. Сондықтан да бірге шолу жасайық. Айтуын айттым да, бірақ кіру қорқынышты болып тұр. 523, 522. Достар, бұл қонақ үй емес, бұл перзентхана. Дубай қаласындағы перзентхана. Бұл жерде ер адамдар жүруге болмайды, ер адамдарға, сондықтан да Дубайда ұзақ бойы өмір сүріп келе жатқан Ольга ханым әріптесіме жолықтым. Ольга. Сәлем, сені көргеніме қуаныштымын. Спасибо, рада видеть. Медиклиник Сити ауруханасымен Дубайға қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Міне менің тобым. Бұл жерде бүкіл әлемнен келген жұмысшылар бар. Барлығына қайырлы күн, барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Сізге суда босану өтетін бөлмені көрсетейін. Суға түскіңіз келмейді ме? Жоқ, ал біз қазір не көреміз? Қалай? Иә. Мен мұнда сендерді күте тұрамын және мәреге көз жеткізгім келеді, аты берілген кезде. Нұрлан, сен қорқасың ба? Жарайды, жақсы. Кірейік. Әзіл ғой, әзіл. Ол жерде ешкім жоқ. Біз қазір палатаны көреміз. Мәссаған, мен 5 жұлдызды қонақ үйге кірдім бе? Бізде қызмет көрсету және сервис 5 жұлдызға жетеді. Ер адамдарға перзентханаға кіруге бола ма? Әрине, біз оларға ешқайда кетуге рұқсат бермейміз. Олар да осында, олар жұбайларын жанында босану кезінде көреді. Біз ер азаматтарға сүйіктілерін қолдауға көмектесеміз, өйткені енді олар 3 болады. Менсіз. Жалпы Дубайда перзентханаға қандай сыйлықтар алып келеді, мысалы ойыншықтар, гүл, көбінесе не алып келеді Дубайда? Өте үлкен сақина. Бұл бірінші. Босанғаннан кейін әйелге ерекше күтім керек, өйткені олар маңызды және күрделі тапсырманы орындады. Әдетте бізде ерлерге де, әйелдерге де кішкентай сыйлықтар бар. Онда әйелдер босанған кезде сәбилерге арнайы пакеттер ғана емес, әкелерге де беріледі. Сусындар, шоколад, өмір сүруге арналған жиынтықтар бар. Содан кейін сіз ауруханадан тағы бір сыйлық аласыз. Әрбір жаңа бөлмеде бұл таңғажайып перзентхана барған сайын таңғалдырады. Сонымен бұл керемет жылы суға толы, суда босануға арналған ванна. Сондай-ақ біз ваннаны раушан жапырақтарымен себеміз. Өйткені біз барлық әйелдердің гүлдер екенін білеміз. Әйелдер бұл ваннада тыныш қозғала алады. Ондағы температура өзгереді. Жуынатын бөлмеде жас аналар музыкадан ләззат алу үшін Bluetooth динамигі орнатылған. Сондай-ақ судың түсін босануға дейін әйелдің көңіл күйіне сәйкес өзгертуге болады. Бұл арқан болашақ ана үшін қажет. Арқан оны қолдайды және босану процесінде көмектеседі. Қазақстанда бұрын мұндай дәстүр болған сияқты, бірақ қазір де қажетті. Бізде Медиклиник Сити Хоспитал ауруханасында жақсы жағдайлар мен жабдықтар бар. Бұл құрылғы су астына түседі және су астындағы балаға үнемі бақылау жасайды. Осылайша анасы бассейнде жүргенде біз баланы ести аламыз. Бұл біздің балалар реанимациялық аймағымыз. Мұнда біз баланы оттегімен қамтамасыз ете аламыз. Бірден біз баланы өлшейміз, жылытамыз. Ана мен бала бірге болады. Егер қосымша күтім қажет болса, баланы алып кетпей және басқа бөлмеге апармайды. Мұнда бізде шай ішуге арналған үстел бар. Босанғаннан кейін барлық жас аналар жұбайларымен бірге шай ішіп рахаттаналады. Біздің Медиклиник ауруханасы жас ата-аналарды баланың туылуымен құттықтайды. Біз аналардың өздерін үйде сезінгенін және біреу оларға дәмді нәрсе дайындағанын қалаймыз. Бізде аспазшы дайындайды, ал ата-аналар босанғаннан кейін демалады. Шыны керек, бұл перзентхана өте қымбат. 3 күні $6000.
Ал келіп әйелін асықтыратын күйеулер бар ма? Жылдам болшы деп. Оларды үйге оралғанда өлтіреді деп қорқамын. Жалпы Қазақстаннан клиенттер көп келе ма? Я, бізге Қазақстаннан әйелдер келеді. Бізге әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар келеді. Осылайша біз Қазақстанның көптеген әйелдерінің босануын қабылдадық. Тізім бар ма? Сіз олардың барлығына сыйлық бергіңіз келе ме? Ақмақ идея. Біз арнайы қазақ телевидение арна бағдарлама түсіріп жатырмыз. Сондықтан сізге көп рахмет уақытыңызды бөлген үшін. Әрқашан қош келдіңіз. Welcome to Kazakhstan, Rodon. Міндетті түрде, келесі жолы. Мен үшін бұл күн таңғаларлық күн болды. Келесі бағдарламада көріңіз. Мен араб арулары туралы барлық көзқарастарымды жоятын араб әйелмен танысамын. Әмірліктерде біздің қазақ бауырларымыз қайда жұмыс істейтінін және қанша ақша табатынын көреміз. Мен сізге Дубайдың ең фантастикалық жерлерін ашамын.